Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым? Бүгін еркін тақырыпта біраз әңгіме қозғайық. Бүгін жексенбі, негізі қазақта айтады, жексенбі міндет жүктейді, тыңнан ойлар келеді дейді. Бірақ та сол ойларға селқос қарамау керек дейді, я? Себебі ертеңгі дүйсенбі жаңа жұма басталады деп, сізде сол жұмаға арналған, бір жұмаға арналған ойларыңыз болады әдемі. Сол ойлардан жақсы түрінде жоспарлар құрып, өзіңіз қалай өткізесіз және де қандай жетістіктерге жетуге болады деген жоспарларыңызды құруға болады. Негізі жексенбіде таңда оянған кезде бір жұмаға деп өзіңіздің жоспарыңызды әдемі түрде, әдемі күйде құруыңызға болады. Негізі ояна сала бірден тұрып кетпей, өзіңіздің бір 5 минут уақытыңызды осы бір жұмаға деп құратын жоспарыңызға көңіл бөлетін болсаңыз, әрине ертеңгі күнгі сіздің жоспарларыңыз дайын тұратын болғандықтан әдемі жұма басталады. Сондықтан да ойыңызға келген жоспарларды құра отырып, әдемі жұма қылуға, өміріңізге қандай да береке әкелетін, әдемі күндерді сыйлайтын, қуанышты күндерді сыйлайтын жұманы жоспарлаңыз. Негізі адам баласы ойы ұшқыр деп айтады, адам баласының. Сондықтан да адам ойын ойлаған кезде қандай сіз жоспарларды менің өмірімде болса екен деп жоспарлайтын болсаңыз, ол міндетті түрде сіздің өміріңізге оралатын болады. Сондықтан да ақ парақты алып тұрғаннан кейін біраз уақыт тауып өзіңіздің жоспарларыңызды жазып қоятын болсаңыз, әрине негізі қалам сүресі бар, Құранда. Сондықтан да жазған іс еш уақытта жоғалып кетпейді дейді. Сондықтан да қандай да жоспарларыңызды міндетті түрде ақ параққа жазып, өзіңіздің жоспарларыңызды әдемі түрде құрыңыз. Сізге береке әкелетін, мүмкін осы жұма сіздің өміріңізде сондай бір керемет күндердің біріне айналатын, өміріңізге жақсылық әкелетін сәтті күн, сәтті жұманың бірі болады. Сондықтан да ойланып, әдемленіп, байыса қазақ байысын, мен бай боламын деген, мен бақытты боламын, әрине Алла берген өмірді сүремін, Алла маған жақсы өмірді сыйлауда деген өзіңіз жақсы ойларды, әдемі сөздерді айта отырып, жоспарлар құрыңыз. Күндеріңіз сәтті болсын, келер жұма жақсылығын әкелсін, адамның өмірінде жаман күндер болмайды дейді, Сондықтан да әдемі күн, сәтті жұманы жоспарлай отыра өзіңіз құрыңыз. Сау саламатта болыңыз, жолдарыңыз ашық, әдемі күндеріңіз көп болсын өмірлеріңізде.